Мына кітаптан мен қызық дүние оқып қалдым. Айтады да, қорқыныш сенің жақсы досың, не қауіпті жауың бола алады. То есть екеуі де бола алады дейді да. Жалпы эмоция тақырыбы мен үшін сондай қызық тақырып. Эмоция деген, бұл деген мидың тарапынан денеге берілетін бұйрық. Яғни ми денеге гормондардың бөлінуін талап етеді. Ол гормондар бөлінгеннен кейін біз әрі қарай денемізді басқару бізге қиынға соғады. Сол себепті біз әр эмоциямызды тануымыз керек, және де біз эмоцияларымызды қай кезде және қашан қолдануымызды білуіміз керек та. Біз қалай жұмыс жасаймыз деген сияқты. Негізі қорқыныш Аллахтың берген бізге бір сезімі. Кей кезде қорқыныш сезімсіз болмайды. Мысалы қараңыз, сіздің алдыңыздан бір жыртқыш жануар шықты делік. Сіз ол жыртқыш жануар шығып қалған кезде оған қарай атылсаңыз, жыртқыш жануарға жем боласыз да. И получается, сізде Аллахтың қалауымен қорқыныш сезімі болғаннан кейін ары қарай сіз өзіңізді қорғауға әрекет жасайсыз да. Осы жерде бізге бұл сезім пайдамызға жарайды. Яғни біз қорқыныштан қалай құтыламыз және оны қалай басқара аламыз. Яғни қорқыныштан қалай құтыламыз? Бірінші, біз миымызға жазылып қалған ақпараттардың орнына жаңа ақпаратты орнатуымыз керек. Және де бізге ешқандай физикалық жағынан, эмоциялық тұрғыдан қауіп жоқ екенін миымызды соған сендіруіміз керек. Үшіншіден, қорқынышымыз негізсіз, яғни қорқып тұрған нәрсеміз негізсіз екенін миымызға түсіндіріп, оны да жалпы сендіруіміз керек. Сол кезде біз қорқынышымыздан алыстаймыз. Мына бір нәрсе маған өте қатты әсер етті. Ағылшындардың мына бір сөзі бар. You first everything will be bad. То есть, сіздің бірінші жасаған любой нәрсеңіз жаман болуы мүмкін. Бірақ осы сіз бірінші нәрсені жасау арқылы 100-ші попыткамен нәтижеге жете аласыз. Бірінші нәрсе жаман болса да сіздің ол кәдімгідей үлкен бір жетістігіңізге себеп болуы мүмкін. Сондықтан да қорқынышыңызға қарсы тұрып, қорқып жүрген нәрсеңізге қарай жүріңіз деп айтқым келеді. Осы пайдалы ақпарат болса, тіркеліп, комментарий жазып, өзіңіздің активностьіңізді көрсетіп кетіңіз, чтобы осындай контенттер алда көп болсын десеңіз. Солай көп сөйлеп кеттім бе?